Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін біз жемістерден компот жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі азғантай мөлшерде шие, апельсин. Мен бір апельсин салдым. Лимонның жартысын салдым. Осылай барлығын жақсылап жуып, осындай алып турадым. Содан кейін барып 100 грамм қант салдым. Осылай барлығын салып алғаннан кейін мен таза су құйдым. Осылай құйып аламыз. Содан кейін барып осыны мен отқа қайнатып аламын, дәмі шыққанша. 1 сағаттай уақыт кетті қайнағанына. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Салқындатып ішіңіздер, жазда шөлдеріңізді басады. Витаминный компот бір жағынан. Міне қайнап жатыр. Кішкене араластырып аламын. Астын жай отта қайнатасыздар. Міне мен қайнаған компотым дайын болды. Кішкене суытып алдым да, мен графинге жемістердің бәрін сүзіп алып, графинге бөлек салып аламын. Осылардың барлығын жақсылап салып, мен холодильникке 1 сағаттай қойып алдым. Салқындағанша. Салқындатып ішіңіздер, өте керемет болады. Егер менің каналым ұнап жатырса, менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ол өте маңызды мен үшін. Менің каналымда әртүрлі осындай жазда ыстықта шөлдеріңізді басатын әртүрлі сусындар бар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне менің дайын болған компотым осылай. Менің балдарым өте жақсы көреді осындай компотты. Бір жағынан витамин. Дайын болды менің компотым. Осымен сіздермен болған мен Гүлжайнар.